психологиялық әдістер дейсіз, мен өзім жеке байқаған дүние, бұл кейбір парақшалар болады, әдемі постерлармен бөліседі, жұма қабыл болсын немесе басқа да дұрыс нәрселерді айтып келе жатады да, 10 дұрыс ақпараттың біреуі теріс болуы мүмкін. Енді оны жарайды, біз енді аздап сауатымыз бар, аңғарамыз, көп кісілер аңғармай қалып жатуы мүмкін да. Енді осындай бағыттағы экстремистік ақпараттарды тарататын топтармен немесе жасырын ақпарат тарататын топтармен күресудің бір заманауи әдіс тәсілдері бар ма, технологиясы? Қалай күресеміз біз бұнымен? Бұл жерде енді ол шын айтқанда біз былай түсінуіміз керек та, өйткені жаңа Арурлан өте дұрыс айтты. Ақпараттың қазіргі таңда ауқымы өте үлкен ақпарат. Ол біз қазір енді уәкілетті орган ретінде де, біз сарапшы ретінде де, мысалы әрбір топ болмаса жаңағы пабликтер туралы біз ақпарат ол жеткізу аудиторияға мүмкін емес нәрсе, оны білесіз, әрқайсысынан сипаттап отыру. Бірақ бұл жердегі біздің міндетіміз бірінші кезекте бұл осы сала маманды ретінде, азамат ретінде міндетіміз бұл бірінші кезекте осы жалпы халықтың, оның ішінде біздің жас буынның бойында осындай қауіпті топтарды, жалпы қауіпті контент жариялы топтарды анықтаудың бір универсалды өлшем шарттарын беруіміз керек. Мысалы жалпы, ол өйткені бірінші кезекте өзіңіз келіп отырсыз, немен кіріп отыр? Ол яғни медиамен келіп отыр. Яғни бірінші кезекте біз бұл жерде айтамыз, медиа сауаттылық мәселесі. Өйткені ол мысалы кез келген ақпаратты тексеру.